Өзіңізге соңғы рет қашан кітапханада болдың деген сұрақ қойып көріңізші. Көбіміздің кітапханада соңғы рет мектепте оқып жүргенде немесе студент кезімізде болғанымыз есімізге түсері кәміл. Бар гәп осында. Көбіміз білім көзі сақталған шаңыраққа бас сұғуды сиретіп кеттік, тіпті оған бастап апарар жолды әлде қашан ұмыттық. Кітапханалар мәселесі тек кітапханашыларға тиесілі емес, тұрғындарға ақпараттар ағанның жетпеуі қоғамның түйткілді тұсы. Жаңа идеялар мен ғылыми жетістіктерінің әр тұрғынға жетпей жатуы олқылық. Әлі де үйіне газет журналдарды жаздырып алуға жағдайы келмейтін жандар көп. Ақпаратты тұрғындардың әртүрлі көздерден алатыны да шындық. Бүгінгі таңда тұрғындардың әр бөлігі ой өріс көзқарасын әртүрлі ақпараттық көздер ақпар арқылы қалыптастырады. Алдағы уақытта мүлде кітапханасыз өскен ұрпақ келер даусыз. Олардың тәрбиесі мен көзқарастарының қандай боларын уақыт көрсетер. Сонымен бүгінгінің адамы кітапханаға неге бармайды? Оны алдағы бейнебаяннан білесіздер. А я вот в научный зал Ленинской библиотеки пропуск достала. Зачем? Представляешь, какой там контингент? Академики, докторы, философы. 1981 жылы Оскар сыйлығына ие болған «Мәскеу көз жасына сенбейді» фильмінің осы бір үзіндісінен ақ 70-80 жылдардағы кітапқа деген құштарлықты аңғаруға болады. Кітапхана лық толы, барлығы да оқулықтан бас алмай отыр. Қазақстандық кітапханаларда да дәл осындай көрініс болатын. Ал қазір оқырманды іздеп жүріп таппайтын жағдайға жеттік. Кітапханаға бармаға 1 жыл болды. Кітапханаға барасыздар ма? Нет. Неге? Времени нет. Жоқ. Неге? Баламен үйде. Міне көріп тұрғандарыңыздай Мағжан Жұмабаев атындағы облыстық кітапхананың оқу залында бір ғана оқырман отырғаны болмаса бос тұр. Бұл көрініс күнделікті қайталанатындықтан қалыпты жағдайға айналғандай. Өйткені арнайы іс-шара өткізгенде толғаны болмаса, өзге күндері кітап іздеп келген жанның қарасын таппайсыз. Осыдан 10 жыл бұрын облыстағы ең ірі кітапханадан оқырман қатары еш үзілмейтін. Кітап іздеп қиналып, күн ұзаққа оқудан бас алмай отырған жастарды көріп, кәдімгідей көңіл марқаюшы еді. Бірақ қазір лек-легімен келетін сол студенттердің саны сап тыйылған. Кітапхана ішін құлаққа ұрған танадай тыныштық билегелі бірнеше жылдың жүзі болды. Қазір бір айда келетін оқырман саны бар болғаны 1,5 мың ғана. Бұрындары көп болушы еді, осы жерде отқан кезде. Қазір уже осы 2 жылдың көлемінде адам азайып кеткен. Даже жоқ десе де болады келіп кететіндер. Кітапхана енді бір айға 2 рет келем. Одан да жиі келуге болмай ма? Неліктен одан да жиі? Одан да жиі келуге болады, бірақ та қазір көптеген нелер шықты ғой, интернет, қызықтырған мысалы информацияны интернетке барасың да ала саласың. Қазір жастарда кітапхана қызығушылығы кеміп кетті деп енді ойлаймын. Рас, қазір екі үйдің бірінде компьютер бар. Кез келген ақпаратты ғаламтордан жылдам алуға болады. Бірақ көркем әдебиетті оқуда ғаламтордың кітапты алмастыра алмайтындығы ақиқат. Кітаптан оқығанда адамның, баланың өзінің сөздік қоры молаяды. Ол оқығанын тек қана еске сақтамай, оны ойландырады, толғандырады. Ол жай ғана еске, интернетті тек қана сен құр жаттап аласың да, соны жазып аласың. Сен оны дұрыс оқып отырмайсың. Сосын тез жаттап аласың да айтып бересің. Жеңіл кірген нәрсе қайт жеңіл шығып кетеді адамнан. Бәрі кітап миыңда қалатын нәрсе ғой. Интернеттен жеңіл жеріп көресің, оқисың, аласың. Тез табасың, жеңіл. Ал жеңіл нәрсе жұғымды болмайды ғой. Өзің оқып нетпесең, ол оқығаның, оны жазғаның ол сенің есіңде қалатын нәрсе. Ғаламторды желеу етіп, кітапханаға жоламай кеткен жағдайдың бары жасырын емес. Қазір тіпті жүздеген оқушысы мен студенті бар оқу орындарындағы кітапханаларға да бас сұғатындар саны сирек. Адам азайған рас, ол кітапханада деген адам азайды. Университеттің кітапханасында көруге болады. Бұрынғыдай емес қазір. Адам аз. Көп болса 5-6 адам отырады, одан артық отырмайды. 21 ғасырдағы күрделі мәселенің біріне айналған кітап оқымау дертінің дендеп тұрғандығын кітапханашылар да жасырып қалмады. Олар бұл жағдайды қазақ тіліндегі басылымдардың аздығымен байланыстырып отыр.
Бұрынғы кезде кітапханамыздың барлық залдарына олар бір кітапқа таласып, өздерінің қызығушылықтары болатын кітапқа деген, кітапханаға деген. Қазіргі жастардың көркем әдебиетке деген қызығушылығы өте төмен. Облыстық кітапхананың жалпы кітап қоры 336 мыңдай болып табылады. Оның ішінде 59 мыңы қазақ тілінде, яғни 17% ғана қазақ тілінде болып табылады. Бұл да бір себеп деп ойлаймын, өйткені қазіргі кезде қазақ тілінде көптеген салалық әдебиеттердің жетіспеуінен оқырмандарымыз кезекті өзінің сұранысын қанағаттандыра алмайды. Шынымен де қазақ тіліндегі кітаптардың жетіспеушілігі оқырман аздығына кері әсерін тигізеді. Бірақ іздеген жанның мұратқа жететіндігін де естен шығармаған жөн. Өйткені кітапқа деген ынта мен қызығушылық әр адамның өз құлқында жатыр. Әсем Қаматтайқызы, Данияр Жұмағұлов, Василий Вережников, Апта.